Кайдзенге қалай келдім? Негізі 2014 жылы Кореяға бізді шетел оқу практикасын жібереді. Сол кезде бізді Hyundai заводына апарады. Hyundai заводын көрген кезде мен таңғалдым. Барлық өз орнына, бәрі робот сияқты адамдар. Бірақ соның өзіне көңілді істеп жатыр да адамдар. Бұның кейін 2016 жылы біздің Алел Агро компаниясына Ресейден мамандар келеді. Бір 2 күндік тренинг өткізеді. Сол кезде айтқан кезде мен жаңағы флешбек болады. Алғаш рет сол Кореяда көрген заводтың осы жүйе екенін түсінемін. Кейін сол 2016-тан бастап біздің компанияға енгізеді. Жаңағы Ресейден келген мамандар. Сол жерде мен көптеген идеялар айтамын, ұсыныстар жасаймын. Сол ұсыныстар жасау арқылы бастықтарға көзіне көрінемін. Өйткені көптеген бір проблема шешетін идеялар, ұсыныстар жасадым. Кейін сол 2016 жылдың соңғы жағында компания негізін қаларшы Марғұлан Сейсенбай ағамыз өзі жеке сабақ бере бастайды. Сол жаңағы біздің компанияны жақсы көрсеткен қызметкерлерге сөйтіп сол жүйені тереңде үйрене бастаймын. 2017 жылы Марғұлан Сейсенбай ағамыздан примерно где-то 7-8 айдай сабақ аламыз. Марғұлан Сейсенбай ағамызда айына 3 рет сабақ болады. Соның өзінде көптеген инсайттар алдым, оны терең зерттей бастадым. 7-8 айдан кейін өзінің орталығы ашылады. Марғұлан Сейсенбай ағамыз инвестиция жасайды. Содан кейін одан тағы да білімді тереңдете бастаймын. Шынымен негізі оқи берсең білім деген өте қызықты жүйе деп айтсам болады.